Тез және оңай жасалатын сүзбелі пирог дайындаймыз. Видеоны аса лайк басып, жандан сектермешін тіркел, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Сүзбеге бір жұмыртқаның сарысын қосып, 2 қасық кукурузный крахмалымызды саламыз, және де 2 қасық қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Блендер болса, блендердің көмегімен жақсылап араластырып алуға болады. Салмамыз дайын болғаннан кейін барлығын жақсылап доңғалақтап аламыз. Шарик тәрізді доңғалақ жасап шығамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Төрт жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды қосып, сары майымызды салып, жақсылап миксермен миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін, алдын ала илегіштен өткізіп алып, ұн, какао қопсытқышымызды салып, бір құрамды болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, формамызға майымызды жағып, пирогымызды құйып тегістеп шығамыз. Алдын ала дайындап қойған сүзбемізді, шариктарымызды пирогымыздың үстіне орнастырып салып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пешіне байланысты пісіріледі. Менде 40 минутта пісті. Видеоны аса лайк басып, жаңадан есептеу машин тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.